Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі онымен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбай. Абай Құнанбайұлы. Театр өмірдің көркем суреткері, ал мына киелі сахна тағдырлар тоғысы. Мұндағы әрбір сөз халықтың дауысы, әрбір кейіпкер халықтың өзі. Ал біз тек сомдаушымыз, сондықтан жауапкершілік бізде. Мен Әділ Ахметов. Абай Құнанбайұлының пайда ойлама, ар ойла деген сөзін ешқашан санамнан шығарған емеспін. Бұл менің өмірлік ұстанымдарымның бірі. Абайды оқыған сайын мен өз-өзімді танимын. Себебі Абай айтқан ар ұят ол менің болмысым, қазақи болмысым. Біз мұнда кез келген кейіпкерді тек қазақ тілінде сөйлетеміз. Тіпті әлемнің классикалық образдарында. Өйткені әрбір ел өз мәдениетін тек ана тілінде дамыту керек. Бұл өмірдің бұлжымас қағидасы. Әрбір елдің өзіндік дәстүрі, ұлттық құндылығы бар. Соның ішінде ана тілі. Ана тілінен айырылған ұлт бұл тарих сахнасынан да жойылады. Осы тілге байланысты біздің ақын жазушыларымыздың да жыр өлеңдері аз емес. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім деп, тілге ерекше мән беріп жырлаған. Кез келген ұлттың алтын қақпасының кілті тілінде жатыр. Дамыған, өркениетті елдермен рухани жарысқа түсу үшін ең алдымен ұрпақтарымызды ана тілінде сөйлеуге тәрбиелеуіміз керек. Құндылықтарымызды бойына өз тілінде сіңіруіміз қажет. Сондай ұрпақ қана мәдениеті мен тарихының өз болашағының қожайыны бола алады. Сонда ғана ол әлемдік аренада мәдени дүмпу, ғылыми жаңалықтар жасай алады. Өзге тілдерді білу. Қанша тіл білсең, сен сонша рет адамсың, деген екен Чехов. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте, демеуші ме еді Қадыр Мырзалы. Расымен де адам баласы көп тілді білсе, соғұрлым оның ой өрісі жоғары болып, мыңдаған адамдарға күші де татиды екен. Ол ақиқат. Ал біздің тіліміздің жарқын болашағы ол әрине латын қарпінде. Бұл шешімді мен ана тіліміздің жаңа белесі, жаңа деңгейі деп білем. Тіл мәртебесі қашанда ел мәртебесі болғаны айдан анық. Ұлтты тәрбиелеу ол ешқашан кеш емес, және ол өз қолымызда. Кішкентай ғана отбасыңда ұстанған тәрбиең тұтас бір алып мемлекеттің өркендеуінің кепілі. Өз балаңа берген білімің, ұлтқа сіңірген еңбегің. Міне, мен осыны түсіндім. Мен осыны қолдаймын. Және өз балаларымның ана тілінде сөйлеуіне аса мән беремін. Мен Абайды оқып өскен ұрпақпын. Сондықтан да өз балаларымның өзге елдің алдында аса арсыздана жалынғанын қаламаймын. Керісінше, олардың өзгелермен еркін жарысқа түскен көргім келеді. Олай болса, менің бойымдағы Абай, сенің де бойыңда бар емес пе? Қазақ халқы Абайдың халқы деп бекер айтылмаған. Демек, бұл Абайдың ғасыры.